Сәлем достар, әдеттегідей сіздермен бірге мен Умнали Қадыр. Бүгін біз сіздерге күндер және айлар аттарын ұсынатын боламыз. Өздеріңіздің қағаз қаламдарыңызды дайындап, немесе естеріңізде жақсылап сақтап алыңыздар. Біз бастаймыз. Достар, мен сіздерге ең бірінші күн аттарын ұсынамын, одан кейін сіздерге екінші ай аттарын ұсынамын. Енді бізде күн аттарында ең бірінші болып дүйсенбі саналады. Жазып алыңыздар. Енді бізде екінші сейсенбі, енді үшінші сәрсенбі, төртінші бейсенбі, бесінші жұма, алтыншы сенбі, жетінші жексенбі. Достар, барлығын жазып алды деп үміттенемін. Енді біз ай аттарына көшеміз. Ай аттары қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, маусым, шілде, тамыз, қыркүйек, қазан, қараша. Енді достар, осыларды нөмірлей кетейік. Бірінші бізде қаңтар, енді екінші ақпан, үшінші наурыз, төртінші сәуір, бесінші мамыр, алтыншы маусым, жетінші шілде, сегізінші тамыз, ал 9-шы қыркүйек, 10-шы қазан, ал 11-ші қараша, ең соңғы 12-ші ай аты желтоқсан. Достар, мен сіздерге барлығын айта кеттім. Қағаз қаламдарыңызға жазып алыңыздар. Енді осы видео ұнаса лайк басып, төмендегі подписаться деген қоңырауын басып, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Достар, егер де сіздер подписаться деген қызыл кнопканы басып, және де қоңырауын басып кетсеңіздер, біздің каналымызға тіркеліп, және де біздің ең алғаш болып шыққан видеоларымызды ең бірінші рет болып көруге мүмкіндік аласыз. Ендеше біздің видеомыз аяқталды, достар.